Bir gün Rahmet деген кісі өліп қалды дейді. Сөйтсе, көмердің алдын жуындырып жатса, ана жер үлкен дейді да. Сөйтсе бір кісі қарап тұрып, осыны кесіп алып тұрып, әйелін барып қорқытайыншы. Кесіп алып газетке барып қалтасын сабаған ғой. Үйіне барып стол үстіне қойып қойып, "Ей қатын, ана газеттің ішін ашып қарасай" деп. Әйел келіп газеттің ішін ашып қарап, "Ахмет көке өліп қалды ма не?" деп айтады дейді. Бір күн бір ауылдың баласы вечерге баратын болып, қаладан как раз ағасы келген екен, ағасының бір мощный туфлиі бар дейді. Сөйтіп, братан, ана туфлиңді бере тұр, бір вечер бар еді ауылда деп. Жынсың ба, ол 250 мың теңге тұратын туфли деп бір бәле жүріп әйтеуір сұрап жыртып алатын болсаң, бірақ айрам, бір жеңі сызық түсетін болса айрам деп айтады дейді. Болды деп, әкет вечерге туфлиңді киіп алып, мәз болып билеп жүр дейді. Юбка киіп алған қыздардың аяғын, екі ортасына аяғын тығып қойып, бүйтіп қарап қойып. Сен түрсең қып-қызыл екен ғой деп айтады дейді. Сөйтіп, бәрі қыздарға сөйтіп айтыпсың ғой барлығын. Сен түрсең аппақ екен ғой, сен түрсең гүл-гүл екен ғой деп. Бір уақытта әйтеуір қыздардың бәрі ұйымдастырып отырып алып, давай ана қалай қаяқтан біліп қойып отыр анау деп ойлатсаң ғой енді барлығы. Сөйтсе бір уақытта біреу, давай біреудің түрсейін шешіп жіберіп жіберейік деп. Түрсейін шешіп жіберіп жүрген ғой, сөйтсе барып билеп алып, екі аяғының ортасына аяғын қойып туфлиіне қарай салып талқап дейді ана бала. Бір бәле су шашып жүріп оятып алып, тұра салып туфлиін сүртіп жіберіп, "Ё-майо, жыртылып қалды ма" деп ойласам деп айтады дейді. Аю мен Қоян армияға барғысы келмеген ғой. Армияға шақыруға кетіп, екеуі де барғысы келмейді дейді. Қандай сылтау айтып қалсақ болады деп. Қоян тұрды да алдындағы екі тісін сындырып тастап кіріп кетті комиссияға. Комиссияға кіріп, қуанып шығып жатыр дейді. Не болды десе. Екі сол тіс деп айтады дейді. Не годин дейді. Мәз дейді ана сонымен. Аю да барғысы келмей ойланып тұрып, аузындағы бәрі тісін бәрін қиратпасаң ғой. Комиссияға кіріп бат, ол да шыққан кіріп. Мәз дейді. Не болды десе, не годин деп айтады. Тіс па десе, жоғай майтабан деп айтады дейді. Бір күн біреудің боқтай беретін попугай бар екен да. Сөйтіп егесіне, көтің бірбеш деп береді. Күніне айта беретін көтің бірбеш. Жыны шығып кеткен ғой. Сөйтіп сыртын қап-қара матамен орап тастап, бір күн үндемейді дейді, екі күн үндемейді дейді. Үшінші күн өліп қалмады ма екен деп матаны бір-бірсінен жайлап ашып барып қалса, не болды, көтің қышты ма деп айтады дейді. Бір күн бір боқтай беретін бала сабақта отыр. Апай айтып отыр дейді да, тақтаның жанындағы ана ағашты ақпен краслеп тастайық десе, ана бала көкпен ампылдап тастайық деп айтады. Жынды ма, не боқтай бересің деп айтады. Бар әкең шақырып келсін, болмайтын ол. Сонда да апай көкпен ампылдату керек деп айтады дейді. Дегіз қоймайды. Паханы шақырып келіп, паханына түсіндіріп айтып отыр дейді. Мына балаңыз боқтай береді, атаң сабақта отырып жаңа ағашты ақпен краслеу керек десем, балаңыз көкпен ампылдап тастау керек деп айтып отыр. Не деген ұятсыз дейді. Ой, сендер де жынды екенсіңдер. Көкпен де ақпен де не қыласыңдар? Оның қарамен сігімдеп тастай салмайсыңдар ма деп айтады дейді. Бір күн бір боқтай беретін бала сабақта отырып, апай тыдан келетін сөз кім айтады десе, жаңа бала қолын көтерді дейді. Ал айта ғой десе, ташақ дейді. Отыр сенде тыныш. Бір күн бұған да бір қақпан ойлап табайын деп, адан келетін ешқандай сөз жоқ қой деп. Адан келетін сөз кім айтады десе, ешкім үндемеді дейді. Жаңа бала қолын көтерді дейді. Адан келетін ешқандай боқтау сөз жоқ қой. Нормальный сөз айтатын шығар, тұрып көрсінші. Ал айта қойшы десе, деп айтады дейді. Бір күн бір шал көшеде кетіп баратса, қызда ұстап, ата жүрсеңші үйге кіріп бір көректі жаңағындай десе, ой, жынсыңдар ма, тұрмай қал, неше жыл болды? Ой, өзіміз тұрғызып аламыз ғой, қойыңдар еді. Ой, ата жүрсеңші деп бір бәлеп жүр, үйіне барып кіргізіп, айран құйып жүріп ана жеріне. Шәрик ма деп шәригін әкеліп жалап жүрді, атаның бір айқайлап тұрып кетті. Сонымен айдап үйіне барып, мәз дейді. Кемпір, кеттік спальниге деді. Ой, қой, шал прикол ұстап жатсың ба сен? Ой, жоқ, шынымен мен тұрғызудың бір амалын ойлап. Ой, қойшы айтсаң, тұрмай қалғанша жыл. Ой, шынымен айтам, сенбесең міне деп. Аш жіберіп, айран құйып жіберіп ішіне. Алла бар, ма деп айтады дейді. Атасы мен апасы персердің алдын бала шағадан ұят болмасын, немерелерден ұят болмасын деп, жаңа секретный сөз ойлап тауып қойыпты да. Кір жуайықта деп айтады екен да. Бір күн атасы апасына қарай, немересін жіберіп жатыр дейді. Апаңа айтшы бар, атам кір жуайық деп айтып жатыр десе, апасына бар, атам кір жуайық деп жатыр деп. Қойшы шаршап жатыр екен деп айтшы. 2-3 күн қойшы шаршап жатыр деп айтады. Бір күні апасының желаниясы ашылып кеткен ғой. Атаңа бар ба, кір жуайық деп айтып жатыр дейді. Атасына келіп, ата апа кір жуайық деп жатыр дейді. Кетсін шығар, кеше қолмен жуып тастадым деп айтады. Бір 2-3 балықшы бар екен, күнді кешеді екен. Бір күн біреуі балық аулап алады. Алтын балық ұстап алған ғой. Алтын балық айтады дейді. Қандай желаниең бар, бәрін орындаймын. Айтшы. Ойланып тұрып, мен сисем, сідігімнің бәрі арақ болып шығатын болсын деп. Болды деп жіберіп жүрді алтын балық. Сисе болды, сідігімнің бәрі арақ болып шыға береді екен. 2-3 болып отырған ғой.
Свет дейді арақ болып шығады, свет арақ болып шығады дейді. Күйіне беріп қиналып кеткен ғой анау. Айналайындар, келіп басына ауыздарын тығып іше беріңдерші деп айтады дейді. Бір күн пойызда төбесінде қыз бен жігіт, астында бір шал жатыр дейді да. Кеш болғаннан кейін жігіт қыздың бетіне өтіп алған ғой. Екеуі танысып армандап кеткен ғой. Жаңа жігіт уәде беріп жатыр дейді қызға. Мен сені жақсы көріп қалдым, короче, екеуміз маған бір берсе, мен саған үйленем, сосын екеуміздің үйіміз болады, семья боламыз, сосын баламыздың атын Мұрат қоямыз деп армандап. Жарайды деп қыз бере салды. Екеуі перс отса, біреу стоп-кранды басып, алып свет өшіп қалды. Сөйтіп быт-шыт болып жатыр дейді ішінен. Бәрі талқан, есіне келіп бір уақытта қыз баланы іздеп жүр дейді. Жігіт қайдасың деп. Абай деп, қайдасың деп іздеп жүр дейді абай. Сөйтсе жаңа астындағы жатқан шал алдына шыққан, ата абайды көрмеңіз бе десе, абайыңды қайда, Мұраттарың менің бетімде жүре деп айтады. Піл мен құмырсқа жүріп атқан, піл еркек екен да, құмырсқа ұрғаш. Бір күн құмырсқа айтады дейді пілге. Піл мен көтеріп қойдым деп айтады дейді. Өй жынды ма? Енді не туасың десе, білмеймін, піл шығар деп айтады дейді. Болды, бітті.